Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы әлеуметтік желідегі жалған өмір мен шынайылық. Жалпы қазіргі таңда ең маңызды тақырыптардың бірі, яғни өзекті. Сіздер қалай ойлайсыздар? Әлеуметтік желідегі жалған өмір дегеніміз не? Әлеуметтік желідегі жалған өмір дегеніміз, мысалға, кез келген жеке брендін дамытқан блогер өзінің өмірін жұртқа ұнау үшін, қазіргі заманға сай болу үшін жалған етіп көрсетеді, ал шынайы өмірде ол басқа адам болуы мүмкін. Мысалға, егер ашық адам әлеуметтік желіде өзін тұйық етіп көрсетсе, өмірде оны басқа адамдар кейбір жағынан, жаман жағынан түсініп қалады да, сол кезде адамды тану қиын болады. Жалпы енді әлеуметтік желідегі шынайы және жалған өмір дегеніміз бұл шынайы өзінің түр-тұлғасын, болмысын қабылдай алмай, біреуге еліктеп болсын, сол адамды қайталау мақсатында болсын, өзін шынайы емес көрсететін болса, ол солай болады шынында. Негізінде бізде қазіргі уақытта өзін жалған түрде көрсететін жалпы блогерлер болсын, жандар болсын өте көп. Қосыламын. Қазіргі таңда блогерлер көбіне жалған ақпараттарды таратып жатады. Яғни халыққа жалған пікірлер. Келесі сұраққа көшетін болсақ, сіздер өздеріңізді әлеуметтік желіде қаншалықты шынайы көрсетесіздер? Яғни сіздер әлеуметтік желіні жүргізесіздер ме? Яғни ауқымды аудиторияларыңыз бар ма? Енді әлеуметтік желіде нақты бір өзімнің жеке блогымды жүргіземін деп айта алмаймын. Мысалға, қазіргі кезде мен әлеуметтік желіге өзімнің жетістіктермен, я болмаса, мысалы, қызықты стористермен бөлісемін. Яғни көбінесе оның барлығы близкий друзья дейтін бар ғой, сонда салынады. Себебі менің жақын адамдарым қана менің өмірімде болып жатқан, мысалға, менің құлағанымды, я болмаса, мысалға, бір жерден жеңілгенімді солар ғана біле алады. Ал былай сырттай таныс, жақын емес адамдар, олар менің уже, мысалға, күнделікті өмірдегі былайша айтқанда мәдениетті түрімді біледі деп айтуға болады. Себебі мен ол жерге өзімнің, мысалға, жетістіктермен бөлісем, қайда қыдырып барып жатырмын, кіммен бірге болып жүрмін, менің өмірім қалай болып жатыр деген сияқты нәрселерді, бүгінгі таңда немен айналысып жатырмын деген сияқты нәрселерді көп көрсетемін. Мен негізінде өзім SMM маманымын, бірақ өзімнің блогымды, біреудің банағыдай блогын жүргізем де, біреудің бизнесін жүргізем деген секілді. Бірақ өзімнің блогымды жүргізбейді екенмін, өйткені менің ұстанатын өмірім енді басқаларға қарағанда өзімді көрсетпеуге тырысамын, тыныш өмір сүргенді, былайша айтқанда счастье любит тишину деп орысшада айтып жатады ғой. Мысалы, өзіммен өзім бір анда-санда салып тұратыным бар, бірақ қатты жүргізбейді екенмін. Қазіргі кезде бәріміздің де әлеуметтік желімізде аудитория жоқ десек те болады. Себебі үшеуміз де блогер болғымыз келеді, бірақ қазіргі таңда блогерлерге көп сындар келіп жатады. Яғни пікірлер көтере алмайтын көптеген блогерлер бар. Яғни қазіргі осыдан туатын сұрақ менде, сіздер қалай ойлайсыздар, лайк пен пікірлер адам өміріне маңызды ма? Яғни қазіргі кезде өзекті мәселе ғой. Негізінде блогерлерге қарап қызығып жатамыз, осындай мысалы бартерге бірдеңе алып жатады, бартерге көп бандай өзінің керекті нәрселерін алып жатады деген сияқты. Соларға қарап, мен де осылай жасағанда просто так бір видео түсіре салып, өзімнің қалаған дүниемді ала салғанда, бір жағынан танымал болғанда керемет болатын еді деп, бірақ енді блогерлерге шынында оңай емес. Бағанағы айтқанымыздай лайк бар, коммент бар, комменттің ішінде жақсысы бар, жаманы бар, хейті бар, біреудің қолдаулары бар деген секілді. Негізінде енді өзім блог жүргізбегеннен кейін бізде тек қана жақын адамдар ғой, олар енді хейт жазады деп айта алмаймын. Сол үшін ондай бір проблемалармен бір кезікпеппін ешқашан. Бірақ өзімнің, бана айттым ғой, SMM маманы болып жасаймын деп, бірақ осы SMM маманы болып жүрген кезде көп пікірлерді енді өзім соларға жауап беріп, өзім соларды қарап отырам. Мен енді мысалға айтып кететін болсам, көптеген дәмханалардың аккаунттарын жүргізген кезде көбінесе хейт тамаққа болсын, әртүрлі дүниелерге келетін болды. Бірақ мені қызықтыратыны, бағанағы басшылықтарым ол хейтқа ешқандай мән бермейді. Бірақ ол сіздің көңіл-күйіңізді түсіре ме? Негізінде өзіңнің жұмыс жасап отырған ортаң болғаннан әрине көңіл-күйім түсіреді емес. И бір жағынан өзіңе қатты жақын қабылдап қоясың. Өзіңе жақын қабылдап қоясың. Қазірде адамдар бір жеңіл түрде ештеңе айтпайды ғой, сынап айтады ғой. Бұрыннан қазақтар сыншыл ғой негізінде. Тіпті мен де TikTok желісіне өзімнің видеомды жүктегенде
менде көбіне пікірлер болады, иә. И пікірлердің арасында да көптеген өзіме ұнамайтын пікірлер болады. Мен ол маған көптеп орамалға тиісіп жатады, кері әсерін маған береді, мен оны бірден кетіріп тастаймын. Яғни ол менің көңіл күйіме әсер етеді, яғни көңіл күйімді түсіріп жібереді. Сол сияқты сіздің де мен енді көбіне маған айтылған қарсы пікірге көңіл күйім түседі, мен оны ойланамын деп айта алмаймын. Себебі маған жұрттың сөзі қызық емес. Мен өзімнің бет-бейнемді, түр-тұлғамды, жалпы өмір сүру салтының бәрін қабылдап қойған адаммын. Сол үшін де маған қызық емес. Ал енді жаңағыдай блогерлерге жазылатын хейтке келетін болсақ, мысалға, кейбір адамдар өзінің ішіндегі негативті біреу арқылы шығара алады. Көбіне жаман пікірлерді қарап отырсақ, мысалға, өзіміздің арамызда қыздар да болады, мысалы, мен олай жасамап едім, менде бұндай өмір болмаған деген сияқты, иә. Ол жерде ол адам өзінің өмірін, өзінің ішіндегі негативін шығарып алады. Бірақ ол келесі адамға қалай әсер ететіндігін ойланбай жатады, иә. Мен осы коммент жазатын адамдардың көбін мен надан деп айта алар едім. Неге? Себебі егер оқыған, көкірек ояу, көзі ашық адам болатын болса, біреуге жаман пікір жазатындай уақыты болмайды. Оның көп уақыты дамуға, жаңағыдай әлемнің бір ашылмаған құпияларын ашқысы келіп, алға қарай талпыныспен өтіп жатады. Сол үшін де лайкта, комментте өз өміріңді шынайы түрде сүріп жатқандықтан, әлеуметтік желіде емес, нағыз өмірде көріп жатқандықтан қатты бір мән беретіндей нәрсе емес деп ойлаймын. Қазір бір жағынан негізінде көп адамдар блог жүргізуде, блог жүргізіп жатқанда көбі енді хейтерлерге мән бермейтін сияқты қазіргі уақытта. Бұрын кәдімгідей қарайтын еді, жаман пікір, осыған бір депрессияға түсіп, сондай бір жаман сезім болатын еді. Ал қазір неше түрлі блогтар шығып жатыр, неше түрлі саланы дамытып жатыр адамдар. Бірақ ешқайсысы бір мән беріп жатқан жоқ, иә, мысалы. Тіпті мысалы отбасылық өмірдегі ашық қатынастар туралы көп деп айтылып жатыр ғой, мысалға. Неше түрлі тақырыптар қозғалып жатыр. Әлеуметтік қозғалмайтын тақырыптардың өзі кең ауқымда қозғалып жатыр. Мысалға, көптеген адамдар, мысалға, қазақтың ұстанымымен сондай өмір сүретін үлкен кісілер оған қарсы болуы мүмкін. Бірақ та заман ағымы солай болып жатқандықтан бәрі заманмен ілесіп, ағында қалып қоймау үшін алға қарай тырысып жатыр. Оларды түсінуге болады. Бірақ енді жастардың көбісінің санасын улап, өздерінің курстарын сататын, я болмаса, мысалға, осы орайда, мысалы, өзіміздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та айтып кеткен болатын, қазіргі жастарды әлеуметтік желідегі культурамен, мысалға, яғни өзінің жетістіктерімен, жеңіл жолмен жеткен, алаяқ жолмен жеткен жетістіктерімен қызықпауға, жалпы жастардың уақытын еңбекпен өткізуге, біліммен өткізуге шақырып жатыр, иә. Оның себебі, мысалға, ол кісі өзі жетістікке жеткен кісі. Оны барлығымыз да білеміз. Сол арқылы жалпы жетістіктің барлығы уақытпен, еткен еңбекпен, оқыған біліммен келетіндігін көп жастар ескеретін болса, өздерінің алтын уақыттарын, қымбат жастық шақтарын қазіргі әлеуметтік желідегі жалған өмірге айырбастамас еді деп жатыр. Қазіргі таңда қарапайым халық өздерінің өмірлерін, аудиториясы кең блогерлердің өмірлеріне қызығып салыстырады. Солардың өмірін бір мінсіз өмір деп елестетеді. Соның әсерінен олар өмірге деген ішінен наразылық тудырады. Қалай ойлайсыздар, бұл дұрыс па, және одағы блогерлердің өмірінің осылай көрсетуі дұрыс па, яғни шынайылық қайда кетті деген сияқты. Жаңағы мысалы хейтер тақырыбында көп хейт жазатын адамдар, байқайсыздар ма, көп жетістікке жеткен адамдарға жазатын, хейт жазатын адамдар, жаман пікір жазатын адамдар, аккаунттарына кіретін болсаңыздар, бір жұмыс істемейтін, ешқандай бір блогын жүргізбейді, мысалы бір жетістігін көрмейсіз, блогынан, мүмкін блогқа салмайтын шығар, білмеймін, бірақ көбінде андай, қалай айтсам болады, ешқандай жағынан дамымаған сондай адамдар мысалы өзінің наразылығын білдіріп жатады. Осылар неге естіп істейді, осылар неге осымен айналысады деген сияқты бар ғой. Бұл енді бірден бір соның дәлелі шығар, көре алмаушылықтың дәлелі, өз-өзін қабылдамаудың дәлелі шығар деп ойлаймын.
әлеуметтік желідегі өмір адамдардың қарым-қатынасына қандай әсер бере алады деп ойлайсыздар? Менің ойымша үлкен әсер етеді. Неге? Себебі мысалға әлеуметтік желілерде қазіргі блогерлер арасында сәнге айналып бара жатқан пранк тақырыбын алсақ болады. Мысалға көшеде шынайы мұқтаж адам мен мұқтаж емес адамды айыру қазір адамдарға қиын түсіп жатыр. Мысалға қазір көптеген жастар, көптеген адамдар әлеуметтік желідегі сондай рилстарға, видеоларға тойып алған. Мысалға егер ол көмектессе, адамгершілігі бар адам көмегін аямайды ғой. Көмектессе, ол сол адамнан мысалға видеолардың соңында ақша беріп жатады, сыйлықтар беріп жатады. Соны талап етіп тұрғандай көмекті міндет қылып ары қарай алып кетіп жатады да мысалға. Сол үшін де адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, адамдардың бір-біріне деген сенімділігі, шынайы адамгершілік қасиеті жоғалып бара жатыр деп айтуға болады. Себебі мысалға біз енді жастар, мысалы оқыған сауатты жастар болатын болса, олар кез келген жерде мысалға діннен де басқа жағынан хабары бар адамдар қайырымдылықпен көптеп айналысып жатады, бірақ оны әлеуметтік желіге жария қылғысы келмейді. Көптеген адамдар оны мысалға өзгелерге үлгі болсын деген масканы киіп жасырады деп айтуға болады. Себебі ол себеп, жай ғана себеп мысалға, мақтаныш ретінде көрсететіндер де бар. Оны ешкім білмейді, ол адамның өзінің ішінде. Ал мысалға сондай жастарды егер сен көмек берсең, ол саған қайтып келеді деп айтып жатады ғой мысалы бізге. Соны қазіргі өмірде мысалға ақшамен, дүниямен көрсетіп жатыр да, бұл жастарға кері әсерін тигізері анық, тигізіп жатыр. Мысалға сол үшін де қазір көптеген адамдар, қазіргі уақыттың адамдары көмек қолын шынайы созуға асық емес деп айтуға болады. Бұл әлеуметтік желідегі шынайылық пен жалғандықтың нық көрінісі деп айта аламын. Осы проблеманы, өзекті мәселені қалай алдын алуға болады? Яғни жалған өмір мен шынайылықтың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып кетсеңіздер. Яғни жалған өмірдің де негізі артықшылықтары болады. Себебі кейбір адамдар өзінің құлағанын, жаңа сүрінгенін көрсеткісі келмейді, яғни бақытты өмір сүргенін көрсеткісі келеді. Себебі қазіргі таңда құлағаныңды көрсе, бірден саған мін тағып кететін адамдар дайын тұрады ғой. Сол себепті мен осы тұсын жалған өмір, яғни әлеуметтік желідегі жалған өмірдің артықшылығы деп есептеймін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы енді әлеуметтік желінің шынайылығы мен шынайы емес тұсын айтып жатыр ғой. Шынайылықтың бір жақсы жағы, ол жаңағы айтып кеткенде жетістігімізді, яғни көрсете аламыз, жетістігімізбен мақтана аламыз деген сияқты, бірақ бір мақтанышпен ғана жүре алмаймыз ғой. Негізінде оның артықшылығынан гөрі кемшілігі негізінен көп. Артықшылығы тек қана сол жұртқа мақтану болар, менің ойымша. Менің ойымша шынайылықтың артықшылығы ол жаңағыдай мақтаныш ретінде көрсеткен затты одан үлкен етіп, мысалға өмірдің баспалдақтары көп болады ғой, сол баспалдақтан екінші бір сатыға көтеруге мысалы мүмкіндік жасайды деп айтуға болады. Мысалға егер жалған өмірде сен барлығын жалтырап кереметтей етіп көрсетесің, ал өмірде сенің ішіңде ол жетістікке жетпеген адам болса, іште қатты қиналыс болады. Өміріңнің тең жартысы мысалға депрессиямен, стресспен өтеді. Оны айналадағы адамдар түсінбейді. Неге? Себебі сен оларға өзіңнің мысалға қай жағынан болсын кемшіліксіз көрсетіп тастағандықтан, олар сенің ішкі жағдайыңды түсінбейді. Сол үшін де шынайылықтың бір керегі, мысалға адам өзін қабылдап виртуалды өмірге де шынайы көрсететін болса, онда ол адамнан бақытты ғұмыр кешкен адам болмайды деуге болады. Сіздер осы тақырып аясында біздің көріп отырған көрермендерімізге қандай кеңес беретін едіңіздер? Кеңес берерім, барлығы шынайы түрде көрсетіңіздер, еш нәрсені жасырмаңыздар, ешкімге еліктемеңіздер, өзіңізді ешкіммен ең басты салыстырмаңыз. Өйткені сіз жеке тұлғасыз, жеке адамсыз. Сіздің өміріңіз бөлек, басқаның өмірі бір бөлек, сол үшін ешкіммен салыстырмауға, ешкімге еліктемеуге кеңес берер едім. Осымен біздің подкастымыз тамам. Өзіңіздің өміріңізді бағалаңыз және қашан шынайылық бірінші орында.